Көзім ашып кетті. Енді несін? Тамақ істеу керек. Мен ұлмын ғой, мен қалай істеймін? Сен істе. Жарайды, өзім ақ істеймін. Мен кеттім. Сен кете бер. Нан турау керек. Осым іздеп шығар керек. Ай, қолым, Нұрбол. Не болды, Айгүл? Не болды? Нұрбол, қолымды кесіп алдым. Кеттігенде дәкімен орап. Ағана мамам айтқан тыңдауым керек. Демес па, мен жоқта пышақты қолдануымда. Дерсіз қауіпсіз заттарды ұстауға болмайды. Жарайды, енді мен кешір. Ендігеден бастап етіп істеме. Үлкендерсіз қауіпсіз заттарды ұстама. Жарайды. Қолыңды жуып ал. Мама келген соң дәрілермен емдеп береді. Жарайды, жер жуып керек. Балалар, үлкендерсіз қауіпсіз заттарды ұстамаңдар. Әйтпесе бұндай жағдайлар жиі туып тұруы мүмкін. Сондықтан балалар, біздің айтқанымызды ұғып алыңдар.